Намыстың қайрауы Шүлбі кентінде жарық көрген жаңа кітап осылай аталады. Оның авторы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ерлан Рымбеков. 158 беттен тұратын туынды 300 данадан басылып шықты. Автордың алғашқы жыр жинағында мемлекеттік тіл, желтоқсан оқиғасы, ислам және басқа да өзекті тақырыптар қамтылды. Мәдени шараға Ерлан Рымбековтың ұстаздары, демеушілері, ұжымы мен туыстары қатысты. Толығырақ Гүлназ Кәукеннің бейнематериалында. Намыстың қайрауы атты кітап 9 тараудан тұрады. 158 бетті қамтыған туындының алғашқы беттері мемлекеттік тілді насихаттау мен желтоқсан оқиғасына арналған. Автордың айтуынша, ызғарлы желтоқсан тарауында ол 14 жасында көрген зорлық-зомбылықты суреттеген. Жалпы Ерлан Рымбеков шығармашылыққа мектеп қабырғасында ден қойған көрінеді. Жастарының өлеңдері 1994 жылдан бастап республикалық басылымдарда жарияланады. Өзіміздің егемендік ел болып отырғандықтан көбінесе мынау қазір өзіміздің мен қатты қарным ашитын осы өзіміздің жастарға қазір мына тіл жағына көп бүйректері бұрмай жатыр деген сияқты. Көп қазір өздерін өзге мына батыс елдеріне көп еліктеп деген сияқты міне қазір сондай нәрселерге көп ішім осы қазір қатты ауыратын соншалық. Осы өзі жүрегімде бір тыным таппайды, үйге болсам кірсем болды. Сол бір баланың ана жерде бір өзге тілде сөйлеп жатқанын естіген кезде мен өзім сол жерде мені енді намыстан, осы намыстың қайрауда отырғансын себебі де осы. Шығармашылық кешке автордың оқушылары, достар мен туыстар қатысты. Кітаптың тұсаукесер рәсімін Шүлбі орта мектебінің ұжымы ұйымдастырды. Ерлан Қайроллының өлеңдері басқа ақындарға тән барлық тақырыптарды қамтыған. Оның ішінде махаббат тақырыбы да, оның ішінде туған жер, атамекен, оның ішінде өзінің отбасына арналған өлең жолдары көп. Оның ішінде өлеңдерін атап айтатын болсақ, өзінің басынан өткерген өмірін Мұқағали Мақатаев айтпақшы, мені білгің келсе, менің өлеңдерімді ретімен оқыңдар дейді ғой. Сол сияқты бұл кісінде өлеңдерін ретімен оқысақ, Ерланның шын мәнінде қандай адам екенін түсінуге болады. Әжетайым, жанарыңның тұнығынан қаралдым, сен күн болсаң, шуағың бол қаралдым, суретіңді әр жанға көрсетіп, тамсандырып айтамын, анасы деп, анамның. Ерлан Рымбековтың алдағы уақытта «Құс жолы» атты тағы бір туындысы жарық көрмек. Гүлназ Кәукен, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі.